Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказы арнасы. Достар, бүгінгі видео 60 000 теңгеге дейінгі топ 3 бюджетті смартфон. Олар Samsung Galaxy A1s, Xiaomi Redmi 8, Huawei Y7 2009 жылғы. Біз оларды 4 жағы бойынша салыстырамыз. Олар 1 процессор, 2 камера, 3 батарея, 4 экран. Ендеше бүгінгі видеоны мейлінше қысқа қылуға тырысамын, өйткені толық түсіндірген видеолар онша өтпей жатыр. Ендеше кеттік. Бірінші китайский смартфондардан бастаймыз. Huawei Y7. 1 процессоры. Процессоры америкалық Qualcomm Snapdragon 450 орнатылған. Оның тактовая частотасы 1.8 ГГц. 2 камерасы. Артқы жағында 2 13 мегапиксельді және 2 мегапиксельді камера орнатылған. Ал алдыңғысы 8 мегапиксельді. 3 батареясы 4000 мАч. 4 және соңғысы экран. Экран 6,26 дюймді IPS матрица және HD+ разрешениемен. Кеттік. Екінші китайфонға өтеміз. Xiaomi Redmi 8 процессоры дәл жаңағы америкалық өндірушіден, тек Snapdragon 439. Тактовая частотасы 2 ГГц. 2 камерасы. Артқы жағында 2 камера орнатылған, 12 және 2 мегапиксельді, ал селфи камера үшін 8 мегапиксельді камера орнатылған. Ал батареясы 5000 мАч. Төртінші экраны. Экраны 6,22 дюймді IPS дисплей. Оған Gorilla Glass 5 қорғауыш технологиясы орнатылған, ал разрешениесі HD+. Ал енді корейский смартфон, яғни Samsung Galaxy A1s. 1 процессоры. Бұл жерде Samsung-тың өзінің меншікті процессоры Samsung Exynos Octa-Core орнатылған. Оның максималды күштілігі 2 ГГц. Екінші камерасы. Артқы жағында 2 камера, 13 және 2 мегапиксельді камералар, ал алдыңғысы 8 мегапиксельді. Смартфонның мен қолымда болған себепті соның камерасына түсіріп, камерасын зерттеп көреміз. Кеттік. Дәл қазір біз Samsung Galaxy A1s-тің камерасын түсіріп жатырық. Өздеріңіз Дәл қазір біз Samsung Galaxy A1s-тің камерасын түсіріп жатырық. Өздеріңіз бағалаңыздар. Әрі қарай жалғастырамыз. Батареясы 4000 мАч, ал төртінші ең соңғысы экранына келсек, 6,2 дюймді HD+ разрешениемен. Ал енді өзіміздің камерамызға оралайық. Жалпы мәліметі осы, енді бағасына келейік. Ал енді бағаларына келетін болсақ, бұл 3 смартфонның да бағасын біз шымкенттік Sunmi.kz сайтымен салыстырамыз, өйткені Қазақстан бойынша ең төмен бағалар осы сайтта. Енді бағаларына келетін болсақ, Huawei Y7 2009 жылғы 58.500 теңге тұрады, Xiaomi Redmi 8 51.500 теңге тұрады, ал Samsung Galaxy A1s 53.000 теңгеге бағаланып жатыр. Ал енді қорыта келсек, 3 смартфонның да характеристикалары бір-біріне өте жақын. Егер сізге процессор жағы маңызды болатын болса, Huawei Y7-ді таңдағаныңыз дұрыс. Ал егер камера жағы маңызды болса, Samsung Galaxy A1s таңдағаныңыз дұрыс. Егер сіз Xiaomi-дің Mi фаны болатын болсаң, Xiaomi-ді таңдаңыз. Әрине, талдау бізден, таңдау сізден. Егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарийге кез келген ойыңызды қалдыруыңызды ұмытпаңыз, және достарыңызбен осы видеоны WhatsApp және Instagram арқылы таратуды да ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош, сау.